Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге барлығымыздың сүйіп жейтін және денсаулығымызға пайдалы винегрет салатының классикалық жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиент төменде көрсетілген. Ең алдымен барлық көкөністерімізді пісіріп аламыз, картоп, морков, свекламызды. Және содан кейін барлығын кубиктеп турап шығатын боламыз. Салатымыздың басты ингредиенттерінің бірі дәмін келтіретін квашеный капуста мен тұзды қияр. Бұл дүниеде үй жағдайында жасалған. Салатымыздың түрінің әдемі болып шығуының бір сыры свекламызды, яғни піскен қызылшамызды бөлек тарелкада сұйық маймен алдын ала араластырып алатын боламыз. Сол кезде барлығын бірге араластырған кезде қызыл түсі қатты шықпайтын болады. Яғни сәбіздің түсі өз түсінде, картоптікі өз түсінде қалап түсі түрі әдемі болып шығады. Ендеше барлығын дайындап турап алғаннан кейін үлкен табаққа барлығын салып шығамыз. Тек қана қызылшаны соңына қалдырыңыз. Картоп, морков, тұзды қиярымызды, квашеный капустамызды, горохымызды, татымына қарай тұз бұрышымызды салғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майыңызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ғана барып қызылшамызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Достар, бұл салат ағзамызға өте пайдалы. Құрамында квашеный капуста болғандықтан және де қызылша болғандықтан асқазанымыздың жақсы жұмыс істеуіне біршама атсалысады. Және де бұл майонезсіз, сол себепті денсаулығымызға пайдалы. Мінекей ең соңында татымыңызға қарай тұз бұрышыңызды салып жақсылап бір араластырсаңыз, болғаны салатыңыз дайын. Ең әдемі деген тарелкаңызға салып, қонағыңызға, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болды. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.